Армысыздар, айдынды өлкенің айбынды халқы эфирде Алакөл жаңалықтары. Ауданымызда орын алған соңғы жаңалықтар легімен таныс болыңыздар. Сіздермен бірге Алтынай Қалиқызы. Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері елдің біртұтастығы мен оның мәртебесін айшықтайтын белгілер екендігі мәлім. Ал осындай ұлттық құндылықтарға құрметпен қарап, оны пайдалану, қолдану, насихаттау, тіпті жою үстінде де арнайы бекітілген заң талаптарын қолдану керектігі айқын. Осы ретте 4 маусым Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері күніне орай Қонаев атындағы орталық алаңда келелі жиын өтті. Ел жүрегінде құрметке ие мерекемен алакөлдіктерді аудан әкімі Әлібек Жақанбаев құттықтады. Толығырақ тілші материалынан көріңіздер. Ұлттық құндылықтарымыздың құрметіне орай жалауын желбіреткен шараға Алакөл халқы көптеп жиналды. Бұл өңір жұртының мемлекеттік рәміздерге деген ерекше сезімін айшықтап тұрғандай. Шараның шымылдығын ашқан аудан әкімі Әлібек Жақанбаев жиналғандарды мерекемен құттықтап кетті. Баршаңызды тәуелсіздігіміздің тұғырына айналған Қазақстан Республикасы мемлекеттік рәміздері күнімен құттықтаймын. Тәуелсіз еліміздің мемлекет рәміздері ең алғаш рет 1992 жылы 4 маусымда салтанатты түрде жария етілді. Бұл ел тарихындағы ерекше мәртебелі күн болып қалды. Мемлекетіміздің рәміздерінде тәуелсіздігіміздің қасиетті діңгегі, ел бірлігі, халық теңдігі, тыныштық пен тұрақтылық, адалдық пен жарқын болашаққа сенім, даламыздың дарқандығы мен ұлтымыздың риясыз арманы көрініс тапқан. Бұл біз мақтан тұтамыз. Артынша жастар мен кішкентай бүлдіршіндердің велошеру ұйымдастырылып, мемлекеттік рәміздеріміз орталық алаңға шығарылды. Сондай-ақ Зейнеп Қойшыбаева атындағы аудандық мәдениет үйінің қызметкерлерінің концерттік бағдарламасы назарға ұсынылды. Ақерке Асхатқызы, Нұрбақыт Меңдібайұлы, Алмат Есенбеков, арнайы Алакөл жаңалықтары үшін. 20 ғасырдың басында күллі кеңес мемлекеттерінің, әсіресе Қазақстанның тарихына қиянат болып жабысқан саяси қуғын-сүргін қасіреті талай азаматтарды жазықсыз құрбан қылып, орны толмас қайғы болғаны мәлім. Сол жылдары уыз жүректері қазағым деп соққан талай алаш арыстары кеудесін оққа төсеп, солақай саясаттың кесірінен атылып кетті. Алайда тәуелсіздік ұрпақтары ел үшін етегінен су кешкен азаматтарын ұмытпақ емес. Оның айқын дәлелін айдында ауданымызда ашылған ескерткіштен ақ аңғаруға болады. Еңіреген ана мен ерінен айырылған жардың азалы үнін, еңсесі түскен әке мен тірегінен қол үзіп қалған баланың қайғысын қойнына көмген қазақ даласында қаншама азаматтардың мүрдесі топырақ қойнына берілді. Қазақ маңдайына шоқ жұлдыз болып біткен небір талантты да талапты. Ел мүддесін өз мүддесінен артық қойып, жүрек дүрсілінің әр лүпіліне еліне деген махаббатын көмген олардың еңбегі ғасырлар сахнасынан кетпесі анық. Осы ретте сол жылдардың жазықсыз құрбандарына арналған ескерткіштің ашылуы Алакөл жұртының ата-баба аманаты мен арманын ұмытпағанын және сол жолда толассыз еңбек ете беретінінің дәлелі. Бүгінде елбасының рухани жаңғыру бағдарламасы аясында тұрғызылған ескерткіш қазақты тәуелсіз ел етеміз деп еркіндікке ұмтылған ерлердің алдындағы борышты өтеуге, парызды ақтауға арналған жұмыстардың бастауы деп білеміз. Бүгін міне Алакөл ауданында, Үшарал қаласында осы репрессияға ұшыраған жазықсыз кеткен құрбандарға үлкен ескерткіш орнатып жатыр. Бұл дегенің осы ораза айында үлкен сауап. Сондықтан менің халыққа тілерім, біздің еліміз тыныш болсын, халқымыз аман болсын, ешқашанда бұндай нәубет қиын заман болмасын. Кейінгі ұрпақтар осыны біліп жүрсін. Біз әр уақытта осыны айтып, кейінгі ұрпақтарға жеткізуге міндеттіміз. Ескерткішті жасау барысында әрине мен көп іздендім. Шығармашылық адам болғандықтан жаңағы көп ізденіп, ол ескерткіштің жаңағы кейбір элементтерін қайталамауын мұқият қарап, сонымен осындай ескерткіш дүниеге келді. Әрине бұған аз уақыт кеткен жоқ. Өйткені бұл бірінші варианты ғана, бұл ескерткіштің бірнеше варианты жасалған, осы варианты таңдалып алынды. Жас ұрпақ әрқашанда осындай ескерткіштердің арқасында жаңағы өсіп, өніп, жаңағы патриоттық сезім пайда болу керек жастарға. Осындай мақсатта қойылған ескерткіш. Жазықсыз жапа шеккен қайраткерлердің есімдерін еске алу, олардың рухтарына құрмет көрсету мақсатында орнатылған ескерткіш авторы Ермұхан Жүнісханға және демеуші болған аудан азаматтарына өңір жұртшылығы алғысын білдіреді. Ақерке Асхатқызы, Нұрбақыт Меңдібайұлы, Алмат Есенбеков, арнайы Алакөл жаңалықтары үшін.
Шипалы көлді жағалай қонған өңіріміз туризм саласын өркендетуде таптырмас мүмкіндік саналады. Сондықтан да шомылу маусымында неғұрлым көп мейман қабылдап, кәсіптерін тиімді жаққа қарай дөңгелеткісі келетіндер алдымен жоғары деңгейлі қызмет көрсетуді жолға қойған жөн. Осы ретте аудан әкімінің орынбасары Алмас Ахановтың төрағалығымен көл маусымын ашуға байланысты келелі жиын өтті. Толығырақ тілші материалынан көріңіздер. Алакөл резорт демалыс орнында өткен жиынға республикамыздың түпкір-түпкірінен туроператорлар мен нақты осы салада еңбек етіп жүрген бизнес өкілдері келді. Бір күнге созылған кездесу барысында Алакөлдегі туризмді дамытуға бағытталған жұмыстар лекі пысықталып, ондағы түйткілді мәселелер қаралды. Мемлекеттік бағдарламаға сәйкес осы Қазақстан елінде топ 10-дық дейміз, ең маңызды туристік аймақтар белгіленетін болған еді. Соның ішінде әрине Алакөл жағасы бар. Алакөл жағасы екі облыстың жағынан болады. Ол Шығыс Қазақстан облысы және Алматы облысы. Әрине де мемлекет тарапынан өте маңыз зор болады деп сенімдеміз, өйткені біз осы Алакөлге өте көп мән береді үкімет. Сол үкімет тарапынан жаңағы осы аймақтарға келетін жолдар, әуежай, темір жол вокзалдарын қайтадан салу, субсидия беру, жаңағы бизнеске жеңілдік беру, сондай көптеген шаралар қарастырылған. Соның арқасында біздің қойған мақсатымыз 2025 жылға дейін туризм үлемін 8%-ға дейін көтеру. Аудан әкімінің орынбасары Алмас Аханов Ақши Көктім ауылының алдағы жылдарға арналған даму жоспарымен таныстырып, ең өзекті мәселе саналатын жол жөндеу ісін көтерді. Бұл жөнінде Қазтуризм өкілдері мен Қазавтожол қызметкерлері де Шарал достық бағытындағы күре жол 2020 жылдың соңына дейін, ал Талдықорған Шарал тас жолы 2021 жылдың аяғына дейін тамамдалатынын айтып өтті. Сонымен қатар көл бойындағы қоқыс тастайтын орындар мен әжетханалар орнату ісі де қолға алынғандығы ескертілді. Алакөл көлінің жағалауында қазіргі кезде туризмнің дамуы қарқынды түрде жүріп жатыр. Соңғы 5 жылдың ішінде осы жерге келген туристік ағым 10 есе көбейді, және де көрсетілген қызметтің көлемі 15 есеге көбейді. Осы 5 жылдың ішінде тек қана мемлекеттік тарапынан инвестиция келген жоқ, сонымен қатар жеке инвестициялар есебінен 112 жаңа нысан пайда болды. Олардың инвестициялар көлемі 6,5 миллиард көлемінде болды. Сонымен қатар өткен жылы 33 жаңа нысан қолданысқа берілді. Және де осы арқылы біз Алакөл көлінің жағалауындағы туристік өнімнің сыйымдылығын үлкейтеміз, және де бұл жердің туристерге тартымдылығын арттырып отырмыз. Бір айта кетерлігі, енді көл жағалауында туризм полициясы қызмет етпек. 3 тілді меңгеру және қызметінде кемшіліктерді жібермеуге міндеттелген олар енді демалыс орындардағы тыныштықты қадағалайды. Жаңалықтарымызды жалғастырсақ, құбыласынан жаңылып көрмеген қазақ халқы ежелден жетімін жылатпаған, жесірін жерге қаратпаған текті ел. Сол даралар салған сара жолды жалғаған жаңа Қазақстанның жұрты да қайырымдылық, мұқтаж жандарға деген көмектен ешқашанда бас тартып көрмеген. Айдынды көлді жағалай орналасқан Алакөл халқы да бұл істе көш басынан көрінуде. Толығырақ тілші материалынан. Кәсіпінің тасындай қатар тізілген Алакөл мешіт жамағаты бүгінде талай сауапты істерге ұйытқы болып жүр. Ел үлесі пәтерде жобасы арқылы жомарт жамағаттың ықпалымен 2 көпбалалы анаға баспананың кілті табысталса, енді міне ауданның бас имамы Әнет Молдахметовтің мұрындық болуымен қаржы жиналып, Қазақстанның болашағы саналатын жас ұрпаққа көңілді күн сыйлау мақсатында түрлі іс-шаралар ұйымдастырылды. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Аллахумма салли ва саллим ва барик алейх. Барша мақта әлемдерін жаратушы Аллаға болсын, пайғамбарымызға Алланың салауаты игілік сәлем болсын. Мінекей қасиетті саналатын барша мұсылмандар үшін Рамазан айынан кейін міне бүгін бірінші айт күні Алакөл аудандық орталық мешітте бәрі де балалар үшін атты біз бір үлкен бір мерекелік шара ұйымдастырып жатырмыз. Бұл шараға осы ауданымыздың әр бүлдіршіндері 5 жастан бастап
5-ші сыныпқа шейінгі, яғни 11-12 жасқа дейінгі бүлдіршін балаларымызды осы мешітке Алланың үйі санатын шақырып отырмыз. Бұл да мұсылманшылығымызда, біздің мұсылман әлемінде де айт күні мұсылмандар бір-біріне сыйлық таратып, осыны бүлдіршіндерді қуантып, қарттарына үлкен құрмет көрсеткен. Осы игі шараны біз де осындай бүгін жүзеге асырмақ ниеттеміз. Енді бүгін келіп отырған бүлдіршіндеріміздің арасында ұлтына, ұлысына қарамай, әрқандай ұлттың өкілдері, дін өкілдері де бар. Біз ешкімді бөліп жармай, осы мешітімізге шақырып, ортақ қуанышқа бірге болсын деп отырмыз. Айта кетсек, аудандық орталық мешітте алдымен жетім, көп балалы және аз қамтылған отбасылардан шыққан балаларға иман жайында уағыз айтылып, артынша руханият ордасының алдында түрлі жарыстар ұйымдастырылды. Балаларға тегін тәттілер таратылып, сыйлықтар табысталды. Сонымен қатар бүлдіршіндерді сәнді көліктерге отырғызып, шаралдың көрнекті жерлерін аралатып, Астана саябағында демалтып қайтты. Тәттілер алып жатырмыз, ойыншықтар алып жатырмыз. Одан келіп Шарал қаласын шын машинамен аралап жатырмыз. Бәрі жақсы, баламыз да қуанышты. Одан кейін міне Астана паркіне келіп, Астана паркіне тағы да балаларымызды 1 мамыр күні отырғыза алмаған ойыншықтарға отырғызып, әртүрлі ойындарға отырып ойнатып жатырмыз. Рахмет сіздерге. Бұл мешіт жамағаттарының атынан жасалған қайырымдылық шараларының бастамасы ғана. Алдағы уақытта бұл іс өз жалғасын таба бермек. Қазіргі таңда 10, 20, 30 жыл бұрын мектеп тәмамдап, бүгінде бір-бір жанұяның тұтқасын ұстаған азаматтардың арасында мектеп бітірудің мерейлі мерекесіне орай қайырымдылық шарасын ұйымдастыру сәнге айналды. Бұндай құбылыс Ырғайты ауылдық округіне қарасты Көктұмай елді мекенінде де орын алды. Сауапты жайлы сюжетті толығырақ тілші материалынан көріңіздер. 82-лердің сыйы. Бүгінде Көктұмай ауылында жалауын желбіреткен игілікті істі осылайша айтуға болады. Себебі мектеп бітіргендеріне 20 жыл толуына орай көктұмалық 82-лер бір ауыздан қаражат жиып, көп балалы жалғызбасты ана Чаязда Марханға 3 бөлмелі үй тұрғызып берді. Алғашында айтылған сөзден тамыры тарап, округ әкімінің жер бөліп, ықпалдасуымен сәнді салтанатты жарасқан баспананың құрылысшылары 2 айдың ішінде салып берді. Осыдан 2 ай бұрын ауылдың азаматтары келіп, жаңағыдай осындай бастама көтеріп, 20 жыл кездесуін түлектер нақтылаған болатын. 2 ай бұрын осы құрылыс жұмыстары басталды. 2 ай көлемінде құрылысын жасап, бүгін ауылымызда үлкен той, міне жаңағы құрылыстың жұмысын аяқталуына байланысты тұрғын үй иесіне табыстап отыр. Енді Чаязда Мархан жаңағы көп балалы аналардың бірі, ауылымызда мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақыға да тағайындалып отыр. Көп балалы ана ретінде барлығы. Біз міне ауылдың азаматтары осы тұрғын үй салған кезде барлығы жаңағы су жүйесі бар, электр жүйесі бар, бәрімен толығымен қамтамасыз етіліп отыр. Арнайы орын белгілеп, біздің бұл игі шаралар әрі жалғасын табады. Соған сәйкес бүгін ауыл азаматтарына жаңағы 20 жылға келген түлектерге біз алғысымызды айтамыз. Мектепке яки ұстаздарына арнайы сыйлық жасап, үйреншікті үрдіс бойынша мектеп бітіру кешін тойлауға да болатын еді. Алайда аузында Алласы, жүрегінде иманы бар бұл азаматтардың өмірге деген көзқарасы өзге екен. Олар бір ауыз сөзге ұйып, жұмыла сауапты істі көтерді. Соның арқасында енді көздері жәутеңдеген бүлдіршіндердің басында баспана бар. 1982 жылы дүниеге келген мектеп бітірген түлектер бір ауыздан келісіп, осы көп балалы жалғызбасты анаға үй салып беруге шешім қабылдап, осы үйді тұрғыздық 2 ай көлемінде. Әкімшілік тарапынан Дәуренбек ауылымыздың әкіміне рахмет, жер беріп, бір жағымызға шығысып көмектесті. Бұл игілікті істен үлгі алған ауыл тұрғындары да қоныс тойын тойлаушыларға азды көпті сыйлықтарын беруде. Солардың бірі ретінде ауылдық амбулаторияның қызметкерлерін, яғни ақ халатты абзал жандарды айтуға болады. Олар да өз аттарынан жалғызбасты анаға арнайы сыйлығын беріп, құттықтап келді. Ауылға қандай қуанышты, осындай бастамалар көп болсын, азаматтардың дендері сау болсын. Бүкіл халық жиналып, бүгін қуанып жатыр. Ұлы той. Әр уақытта азаматтар аман болып, осындай көп үй сала берсін. Талай жыл бойы пәтерден пәтерге көшіп жүрген ананың көңілінде қуаныш, балаларының езуінде күлкі. 82-лер сыйлаған бұл шаттықтың арқасында күллі көктұмалықтардың санасында үміт сәулесі тұтанғаны мәлім. 82 жыл ер азамат жігіттерге рахметімді айтам. Сондай бір қуанышқа бөліп жатқама, ауыл тұрғындарына бәріне тек рахметімді айтамын. Округ әкімнің сөзіне сайып келер болсақ, дәл осындай тағы да жоспарлар бар. Барлығына тек уақыт төреші. Алдағы уақытта тағы да бір отбасы қоныс тойын тойлайды деген ойдамыз.
Ақерке Асхатқызы, Нұрбақыт Меңдібайұлы, Алмат Есенбеков, арнайы Алакөл жаңалықтар үшін. Бізге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Сіздермен бірге Алакөл телестудиясы.